Саламатсыз ба? Құрметті әріптестер. Все, я думаю, можно, в принципе, начинать. Пока люди будут заходить, можете подключать презентацию, представляться. Большая просьба, все, кто заходит, сразу выключайте микрофон. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Слайд көрініп тұр ма? Да, есть. Бастай берейік па? Я. Жоқ, әлі жоқ. Давайте 2 минуты подождем, и ровно без 15 будем начинать. Еңбекпен қойшы. Қайырлы күн, қадірлі әріптестер. Сіздерді бүгін кітапхана жұмысына жасанды интеллектіні қолдану тақырыбындағы лекцияға келгендеріңізге қуаныштымын. Жалпы кітапханалар әрдайым білімді сақтау мен жеткізудің орталығы болып келген ежелгі манускриптер мен жазбалардан бастап қазіргі сандық жинақтарға дейінгі кезде әрдайым білімді сақтау және жеткізудің орталығы болып келді. Технологияның дамуына байланысты кітапханадағы жұмыстар да өзгерді. Каталогтау, іздеу, классификация және ақпаратпен қамтамасыз ету үдерістері барған сайын күрделі әрі көлемді бола бастады. Шынар Батырханова. Бүгінгі таңда жасанды интеллект жаңа мүмкіндіктер ашады. Үлкен мәліметтерді автоматты талдау, материалдарды интеллектуалды іздеу, пайдаланушыларға навигация жасауға көмек көрсету. Сондай-ақ кітапхананың ішкі үдерістерін оңтайландыру. Біз жасанды интеллекті кітапхана қызметін қалай жеңілдететінін, оқырмандарға қызмет көрсету тиімділігін арттыратынын және кітапхананы сандық болашаққа қалай жетелейтіні туралы бүгін сөйлесетін боламыз. Жалпы енді жасанды интеллект түсінігінің пайда болуына келер болсақ,
заманауи кітапхана қоғамның жедел цифрлық трансформациясы жағдайында қызмет атқарады. Жасанды интеллект тұжырымдамасының бастауы британдық математик Алан Тюринг есімімен байланысты. 1950 жылы Mind журналында оның есептеуіш машина және интеллект атты мақаласы жарияланды. Тюринг тесті деп аталатын ойша эксперимент ұсынды. Тесттің мәні ол, егер зерттеуші мәтін арқылы әңгімелесу барысында қарсы тараптың адам немесе бағдарлама екенін анықтай алса, онда бағдарламаның әрекетін интеллектуалды деп санауға болады. Осылайша интеллект ұғымы жүйенің адамға тән ақылға қонымды, мінез құлықты модельдеу қабілеті ретінде түсіндіріледі. Тюринг еңбегі қазіргі жасанды интеллект теориясының іргетасын қалады. Енді жасанды интеллектке байланысты өздеріңіз білесіздер, 2026 жылы Қазақстанда жасанды интеллект жылы деп қабылданды. Және де 2025 жылы жасанды интеллект туралы заң қабылданған болатын біздің Қазақстанда. Ал одан бұрын 2024-29 жылдарға арналған тұжырымдама қабылданған болатын. Енді цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында тұжырымдаманың негізгі кезеңдеріне келесі қадамдар кіреді. Бұл 24 жылы смарт дата үкімет арқылы мемлекеттік деректерге қол жеткізу, 2025 жылы деректер орталығының құрылысы және суперкомпьютер құру, компьютерлік жаңа көру, машиналық оқыту және табиғи тілді өңдеу бағыттары бойынша бакалавриат және магистратура бағдарламалары мен жоғары жасанды интеллект жоғары мектебін ашу жоспарланған болатын және 2025 жылы ашылды. Яғни бірқатар Қазақстанның университеттерінде жасанды интеллектіге байланысты факультеттер ашылды. 2026 жылдан 28 жылға дейін этикалық қағидаларды бекіту, стандарттарды әзірлеу және жасанды интеллектіні реттеу жөніндегі комиссия құрылуда. 29 жылы нейрожелілердің қатысуымен көрсетілген мемлекеттік қызметтердің үлесі 20% құрауы тиіс деп көрсетілген. Енді жасанды интеллектінің анықтамасына келер болсақ, жасанды интеллект компьютерлік жүйелерге адам ақыл ойын талап ететін міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін әдістер мен технологиялар жиынтығы. Оларға ақпаратты талдау, үйрену, шешім қабылдау, бейнелерді тану, табиғи тілді өңдеу жатады. Яғни 1956 жылдың жазында 2 айлық семинарда Джон Маккартни ұсынған термин бойынша жасанды интеллектінің анықтамасы осылай болады. Енді жасанды интеллектінің тарихи кезеңдеріне келер болсақ, ол 1950 жылдарынан бастау алады. Яғни алғашқы эксперименттер және зияткерлік бағдарламалардан фантастикалық күтулер болды. Яғни сол кездерде естеріңізде болса, әртүрлі фантастикалық кинолар, фантастика деп берілген, қазіргі кезде оның барлығы шын жағдайда болып жатқан өзгерістер. 1980-2010 жылдарда жасанды интеллект жүйелерінің алғашқы көрінетін табыстары кезеңі болды. Ал 2010 жылмен қазіргі уақытқа дейін жасанды интеллект жүйелерінің қызметтің барлық салаларына кеңінен таралуы және ену кезеңі үрдісі өтуде. Енді нақтырақ тоқтала кетсек, 1950-70 жылдары жасанды интеллект жүйелері құрудың тұжырымдамалық негізі және теориялық тәсілдерін әзірлеу болды. Алғашқы эксперименттер компьютерлік бағдарламаларды әртүрлі интеллектуалдық ойындарды ойнауға үйретумен, сондай-ақ мәтіндерді әртүрлі тілдерге аудару әрекеттерімен байланысты болды. Алғашқы эксперименттер компьютерлік шығармалар саласында, атап айтқанда, музыка жазуда жүзеге асырылды. Майсон алғашқы компьютерлік дәрігер, яғни 1970 жылы Стэнфорд университетінде ауыр инфекцияларды тудыратын бактерияларды диагностикалау және антибиотиктерді қабылдау бойынша ұсыныстар беру үшін жасалған сараптамалық жүйе болды. Бұл жүйе бірақ практикаға енгізілмеді. Неге десеңіздер, бұл тәжірибе науқастың
ауруларын анықтау үшін 30 минут уақыт алғандықтан, ол клиникаға өте үлкен сұрап әкелгендіктен, бұл компьютерлік жаңа дәрігер практика жүзінде іске аспады. 1980-2000 жылдар компьютерлердің өсіп келе жатқан уақыты жасанды интеллект саласындағы алғашқы маңызды жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Машинамен оқыту технологиялары кеңінен таралып, мұғаліммен ұзақ сабақ беру арқылы әсерлі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ең үлкен прогресс осы жылдарда интеллектуалдық ойындар саласында және салыстырмалы түрде шағын білім қорын пайдалануды талап ететін салыстырмалы түрде тар қолданбалы мәселелерді шешуге қол жеткізілді. Яғни міне өздеріңіз көріп отырғандай, әлем чемпионы Гарри Каспаровты 1997 жылы жасанды интеллект жеңген болатын. 2010 жылы қазіргі уақытқа дейін жасанды интеллект жүйелерін қолдану барлық қызмет салаларын қамтыды. Негізгі прогреске іс жүзінде шексіз процессорлық қуат пен терең оқытудың жаңа әдістерін қолдану арқылы қол жеткізілді. Бүгінгі таңда негізгі мәселелер техникалық іске асыру проблемаларымен емес, әртүрлі қызмет салаларында жасанды интеллектін қолданудың құқықтық және этикалық мәселелерін реттеумен байланысты болды. Енді міне өздеріңіз көріп отырғандай, AlphaGo жаңағы бағдарламасы 2016 жылдың наурызында жаңағы 9-дан кәсіпқойы AlphaGo бағдарламасы бойынша Ли Седолды жеңіп, 2017 жылдың мамырында жаңағы 2014 жылдан бастап Go ойыншыларының әлемдік рейтингінде бірінші орында тұрған KG-ді жеңген болатын. Енді сіздер өздеріңіз қандай жасанды интеллект түрлерін пайдаланудасыздар? Жалпы кітапхана саласында қазіргі кезде көп пайдаланып жүрген бағдарламалар бұл мынау ChatGPT-дің әртүрлі версиялары, Gemini, Grok, Coursera деген бағдарламаларды жаңа әртүрлі сауалнамалар бойынша осы Оны қалай қолданатынын көрсетсеңіздер, қалай қолданылатынын. Енді қазіргі заманға жасанды интеллект жүйелері бұл әртүрлі қызмет саласында, білім саласында, әр сала бойынша қолданылуда. Міне көріп отырғандарыңыздай, медицина болсын, музыка саласы болсын, білім саласы болсын, әртүрлі салаларда жасанды интеллектілер белсенді қолданылуда. Кітапхана қызметіндегі интеллектуалды ақпараттық жүйелер. Жалпы ақпараттық жүйе бойынша біз жасанды интеллектіні не үшін пайдаланамыз? Мағыналық байланыстарды ескере отырып, сұрауларға жауап беру жүйелері, кітапхана қызметінің интеллектуалдық процестерін жүзеге асыратын жүйелер, кітапхана қызметінің физикалық, яғни механикалық процестерін жүзеге асыратын жүйелер. Сұрақ жауап жүйелері бұл қазіргі кезде барлығымыз пайдаланып жүрген ChatGPT жүйесін барлығымыз дерлік пайдаланамыз. Жалпы осы сұрақ жауап жүйелері қашаннан бастап кітапхана тәжірибесіне енген екен. Яғни старт бағдарламасы 1993 жылдан бастап үздіксіз онлайн істейтін әлемдегі бірінші веб негізделген сұрақтарға жауап беру жүйесі. Яғни бұл жүйеде жүйені пайдалансаңыздар, сіздерге енді бұл әрине қазіргі кезде қазақша қол жетімді емес, бірақ ағылшын тілінде осы жүйені пайдаланып әртүрлі сұрақтар берсеңіздер болады. Мысалы, әртүрлі қалалар, елдер, көлдер, координаттар, ауа райы, жаңағы фильмдер туралы, өмірбаяндар туралы миллиондаған сұрақтарға жауап бере алады. Бұл жүйенің артықшылығы, интернет жүйесінен артықшылығы, бұл тек қана дұрыс ақпаратты беретін жүйе. Яғни біз интернеттен іздеу жүргізген кезде кейбір жағдайларда ол ақпараттардың дұрыс-бұрыстығына көз жеткізу өте қиын болады. Бұл жүйеде өте нақты жаңағы жауаптар ала аласыздар. Келесі Semantic Scholar, семантикалық зерттеуші, яғни интеллектуалды сіздің берген сұрақтарыңызға жауап беретін жүйе. Бұл жасанды интеллект Semantic Scholar жүйесінде әзірленді. Яғни түйін сөздер мен сөз тіркестері, сілтемелер, тырнақшалар және басқа да
ақпарат сияқты элементтерді шығарып, мәтін элементтері арасындағы байланыстарды талдайды және сөз тіркесінің мағынасының маңыздылығын бағалайды. Яғни бұл академиялық іздеу жүргізетін ғалымдарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, докторант, магистранттарға өте керек жүйе деп айта алар едім. Өйткені қазіргі кезде қандай да бір зерттеу жұмыстарын жүргізгенде тек қана мынау ТМД елдерінің, Ресей ғалымдарының емес, дүниежүзілік ғалымдардың пікірлері өте маңызды. Енді мынандай жүйе бар, болған қазіргі кезде бұл жүйе басқаша өзгеріске ұшырап, жаңағы жетілдіру үстінде, яғни 2018 жылдың наурыз айында Google Books электронды кітапханасы кітаптарды ұсыну тұрғысынан кітапханашы қызметін атқаратын кітаптармен сөйлесу эксперименттік модульмен толықтырылды. Яғни бұл жерде қандай да бір кітаптарды ұсыну туралы сұрақ қойсаңыз, сізге сол өзіңіздің ұсынған бағытыңыз бойынша кітаптарды топтастырып береді. Яғни бұл жүйе қазіргі кезде адаммен ақылдырақ сөйлесу бойынша интеллектуалдық жағынан жетілдірілу үстінде. Дауысты мәтіндік көмекшілер, бүгінгі таңда көптеген тесттік дауыс көмекшілері бар, чат-боттар, олар кезекші ақпараттық функцияларды орындайды, жұмыс кестесін хабарлау, қызмет көрсету ережелері, әдебиеттерді жаңарту, топтық сабақтарға бөлмелерді брондау. Осы туралы біздің қазақстандық кітапханалардың тәжірибесімен кейінірек бөлісетін боламыз. Яғни чат-боттар қарапайым жұмыстарды атқарып, роботтар кітапхана алдында кітапханаға келушілерді, пайдаланушыларды қарсы алу жұмыстарын атқарады бүгінде. Кітапхана чат-боттарының эволюциясы, яғни ол 2004 және 2005 жылдары басталған болатын. Яғни әртүрлі жаңағы топтар, мысалы қазіргі кезде өте көп қой, Telegram каналында және басқа кітапхана сайттарында кітапханалық чат-боттар жұмыс істеуде. Ал дүние жүзі бойынша бұл чат-боттар 2004-2005 жылдары алғаш пайда болған болатын. Кітапхана қызметінің интеллектуалдық процестері. Жалпы интеллектуалдық процестері, мысалға, егер сіз ғылыми жұмыс жасап жатсаңыз, не болмаса зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатсаңыз, сізге нақты материалдар табу үшін кілттік сөздерді нақты қою, дұрыс қою өте қиын болады. Сол мақсатта Ресейдің республикалық техникалық кітапханасы ғылыми жаңа диссертацияны қорғау барысында кілттік сөздерді ұсынатын рубрикаторды іске қосты. Қазір бұл рубрикатор тесттік жағдайда жұмыс жасауда. Яғни сіз 250 сөз көлемінде ол жерге өзіңіздің зерттеп жатқан жұмысыңыз туралы нақты мәлімет бересіз. Сізге мүмкіндігін іске асырады. Өтіп кеттік, жаңа қайтадан қазір кірейін. Мына жақта біреуіңіз өшіресіздер ме? Сызып тастапсыздар. Аналитикалық шолуларды дайындау. Яғни бұл өте керемет қазіргі кезде өте қажет жасанды интеллектінің жүйенің біреуі. Яғни Springer Nature басып шығарған кітап Франкфурттегі Гете университетінің қолданбалы есептеуіш лингвистика зертханасында машиналық оқыту және өздігінен білім алу принциптерін пайдаланатын алгоритм бойынша жазылған. Яғни 23 мыңнан астам мақаладан 180 беттік кітап әзірлеп ұсынған болатын. Яғни ойлап қарасаңыздар, бұл бір адамға 23 мың мақаланы зерттеу және іріктеу өте физикалық тұрғыдан өте қиын. Ал енді осы жүйе арқылы осындай эксперимент жасалынған. Яғни литий иондық батареяларға байланысты, осы тақырыпқа байланысты ғана
53 мың мақала зерттелген. Енді сканерленген мәтін массивтеріндегі жарияланым түрін іздеп және анықтау. Сканерленген деректер, яғни біздің библиографиялық қызметтерде өте көп кездеседі. Мысалы, ұлттық кітапханада мынандай жағдай болған. Президентіміз жаңа Тоқаев қолына газет ұстап тұрған, суреті бар мақала бізге керек деп ұлттық кітапхананың библиографтары 3 күн бойы сол мақаланы іздеген. Енді егер мынау жүйені пайдаланған болса, онда бір секундтар, 1 минуттар арасында табылатын мақала, яғни фотосуреттер, сызбалар, карталар, тақырыптар, жарнамалар арқылы жаңа сканерленген мәтінді оқып, соған байланысты мәтіндерді тауып беру мүмкіндігіне ие болатын жасанды интеллект. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, ақш-тағы Конгресс кітапханасында Newspaper Navigator жобасы осындай 1977-1963 жылдарда жарық көрген цифрланған ақш газеттерінің ішінен ақпараттарды іздеп сізге ұсынатын жоба іске қосылған. Мына жерде сілтемесі бар, сілтеме арқылы кіріп көрсеңіздер болады осы кітапхананың сайтын. Енді оқуға кеңес беру жүйелері әлемде жасанды интеллектті қолдануға негізделген оқуды ұсынатын 50-ден астам жүйе бар. Енді өкінішке орай бұл жүйелердің көпшілігі қазіргі кезде коммерциялық бағытта, яғни кітапханалар ұсынбайды, коммерциялық бағыттағы жобалар ұсынады. Яғни сіз өзіңіздің бағытыңыздағы кітаптарды сұраныс берсеңіз, топтап бер деп сізге керекті мағлұматты жасап, библиографиялық тізім жасап беретін жасанды интеллектілер. Баспа басылымдарын каталогтау, яғни қазіргі кезде нейрондық желілер ақпаратты тек қана цифрлық түрде өңдеуге қабілетті болғандықтан, каталогтауда пайдалану, баспа басылымдарын каталогтауда әлі іске асырылған жоқ. Яғни қазіргі кезде кітаптар, баспа басылымдарын каталогтауда ең жаңағы аз дегенде титулдық беттерді алдын ала сканерлеуді талап ететіндіктен, бұл қызмет әлі де жасанды интеллектінің құзыретіне өткен жоқ. Мына жерде беріліп тұр, Англиядағы Британ кітапханасында Хью кітапхана каталогы жұмыс істейтін робот. Ол кітаптардың орналасуын біледі, дауыстық сұраныстарды қабылдайды және қажетті сөреге апарады. Яғни роботтың жасайтын қызметтері. Ал ақш-тағы Винсент және Нэнси роботтары толық автономды жүре алады, 19 түрлі тілде сөйлесе алады және тіпті адамдардың жүзін таниды. Сол елде марлау бастаушы авторларға көмектеседі, мәтінді талдайды және прозаның кемшіліктерін көрсетеді. Енді кітапхана қызметінің физикалық, механикалық процестерін талдасақ. Кітаптар бар шығар. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, гуманоид роботтар, яғни адам типтесіне роботтар көптеген дамыған елдерде, Жапонияда, Кореяда, Америка жаңа мемлекеттерінде кітапханаларға келген пайдаланушыларды гуманоидті роботтар қарсы алады. Яғни ол роботтар қарапайым сұрақтарға жауап береді және сізді керекті бөлімдерге бағыттайды. Сонымен қатар роботталған әдіспен кітапхана қорын тексеруге байланысты. Бұл кітапханашыларға өте керек жаңағы роботтың жасанды интеллектінің көмегі деп ойлаймын. Яғни мына жерде көріп отырғандарыңыздай 4 күннің ішінде 125 мың дананы өңдеп, басылымның қол жетімділігін, орында бар жоғын электронды каталогта көрсетуімен және қорды толықтай сізге тексеріп беретін роботтар ERFID технологиясы арқылы жұмыс істейді. Мына жерде жазылып тұрғандай Жапонияда, Сингапурда және Ресейде
робот кітапханашылар сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп қарсы алатын роботтар бар қазіргі кезде. Өздеріңізге белгілі, пандемия кезінде кітапханашыларға оқырмандарына қызмет көрсету, оларға дәстүрлі кітаптарды жеткізу өте қиын болды. Сондықтан Американың мектеп кітапханашылары, өздеріңізге белгілі, Америкада бірқатар елдерде балалар кітапханалары жоқ, балалар тек қана мектеп кітапханасында балаларға қызмет көрсетіледі. Сондықтан дрондармен мектеп кітапханашылары пайдаланып керекті оқырмандарына кітап жеткізіп беру қызметін пайдаланды. Енді осы кітапхана саласында библиографиялық ақпараттық қызметтерге арналған платформалар, яғни сіздердің академиялық тұрғыда қызмет көрсетуге көмектесетін қазіргі кезде біраз платформалар бар. Бұл ғылыми саланың ландшафтын кеңейтуде, яғни библиографиялық қызметтердің толық спектрі, соның ішінде анықтамалық және библиографиялық бағыт, яғни анықтамалар беру, библиографиялық ақпарат берумен айналысатын қазіргі кезде кемінде 3 дүние жүзінде платформалар жұмыс жасайды. Енді біздің Қазақстан кітапханаларына келетін болсақ, өткенде ұлттық кітапханада да семинарда айтылды. Жалпы Қазақстан кітапханаларында біраз өздерінің нейрондық көмекшілері іске асуда. Соның ішінде Қазақстан ұлттық электронды кітапханасы қазіргі кезде нейрондық желіні іске қосу бойынша жұмыстар атқаруда. Міне мына жерде Алматыдағы ұлттық кітапханадағы нейрондық желі қосылу туралы семинар болды. Ол ChatGPT-дің LeapLab цифрлық көмекшісі арқылы библиографиялық сипаттамаларды жасауға көмектесетін жасанды интеллект қосылды. Яғни сіз бұрынғыдай қолыңызбен жазып отырмайсыз библиографиялық сипаттаманы, яғни жасанды интеллект сізге ұсынады, сіз тек қана тексеріп отырасыз. Бұл жобада қазір пилоттық қызметте, болашақта жалпы Қазақстан бойынша корпоративті каталог құрау жоспарлануда. Яғни бір кітапты бірнеше кітапхана қатарынан библиографиялық сипаттамасын жасамайды. Бір кітапхана енгізсе, мысалы өңірлердегі кітапханалар Абайға байланысты, Әуезовке байланысты енгізсе, басқа кітапханалар сол библиографиялық сипаттаманы пайдалануға құқылы болады. Тек қана ол библиографиялық сипаттамаларды пайдалану үшін Қазақстан корпоративті каталогының мүшесі болу керек. Сол жерде айтылғандай, мүше болу ол тегін жүргізіледі. Сондықтан мектеп кітапханашыларына да қолжетімді деп ойлаймын болашақта. Мына көріп отырғандарыңыздай Досай деген қосымша жасанды интеллект, ол Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасының 2024 жылы жүзеге асқан жасанды интеллект көмекшісі. Электронды каталог бойынша іздеулер жүзеге асады. Сонымен қатар мен мына жасанды интеллектінің сайттарынан табылмадым. Бұл солтүстік Қазақстан облыстық Сәбит Мұқанов атындағы кітапханада да Айжан деген нейроассистент іске асқан екен. Іске асуда қазіргі кезде пилоттық жобада, яғни кітапханашыларға өте жақсы көмектесетін жаңа нейроассистент. Міне кітапхананың сайты, солтүстік Қазақстан облыстық кітапханасының сайты. Енді мен өзім қандай жасанды интеллектілермен пайдаланатын туралы айта кетсем, бұл Google-дың қосымша нейросеті Gemini. Бұл жерде әртүрлі қызметтерге ұсыныс бере аласыздар, сіздерге жауап береді.
Кешіріңіздер, интернет істемей қалды. Кешіріңіздер, интернет істемей қалды. Міне Gemini'ді пайдаланып, мен өзімнің зерттеу жұмысыма пайдаландым. Яғни сіз өзіңізге зерттеп жүрген жұмыстарыңызды берсеңіздер, ұсынсаңыздар, сізге керекті ақпаратты ұсынады. Мен Абайдың оқырмандық формулялары туралы зерттеу жүргізгенмін, яғни маған біршама бағыттар берді. Енді мына жерде сонымен қатар грамматикалық жаңағы граммери деген жасанды интеллект, граммерли, яғни сіздің ағылшынша берген тексттеріңізді сізге академиялық тұрғыдан аударып беретін жасанды интеллект тегін түрде қолданады. Келесі мына Coursera деген жасанды интеллект, яғни маған өте ұнайды. Яғни осы жаңа приложенияға кірсеңіздер, сізге керекті қандай бағытта, қандай курс керек, сізге тегін түрде және ақылы түрде де сізге курстар ұсынады. Мысалы, ұзақ керек па, сізге қысқа керек па, қандай бағытта керек, сізге курстарды ұсынып, және сізге сертификат беретін қосымша. Жасанды интеллект бойынша мен іздедім, маған өзі ұсынады, сізге қанша минуттық керек, қанша күндік керек, қанша сағатты керек, сізге ұсынып беретін жасанды интеллект. Тағы да мен сіздерге тоқталайын дегенім ChatGPT. ChatGPT-дің біз қазіргі кезде тек қана тегін, көпшілік тегін версиясын пайдалануда. Негізінде жаңа ұлттық кітапханада жақында семинар болғанда айтылды, ChatGPT-дің әртүрлі версиялары бар, ол тегін 2000 теңгелік, 10.000 теңгелік әртүрлі версиялары бар. Яғни 2000 теңгелік версиясын пайдаланып, сіздер өздеріңізге қосымша жоба, жаңағы қосымша нейросет жасап алсаңыздар болады. Доступны болады 2000 теңгелік жаңағы ақылы қызметін. Оның ішіне жаңа видеолары құрастыру, 6 жаңа секундтық презентация жасау, барлығы қолжетімді. Gamma деген жасанды интеллект, бұл көбінесе барлығымыз презентация жасауда пайдаланамыз. Яғни өте ыңғайлы, 2 минуттың ішінде сізге презентация жасап береді. Тегін, бұл жерде 6 рет па тегін пайдалануға ай сайын болады. Енді жасанды интеллектіңге қысқаша айтып өтсек, бізге керектісі керектісі автоматтандыру және тиімділік, деректерді талдау және шешім қабылдау, жаңа мүмкіндіктер мен инновациялар, қолжетімділік және инклюзивтілік, қауіпті және қиын жағдайларда жұмыс жасау деп түйіндегім келеді. Бүгінге осы, сұрақтарыңыз болса, айта берсеңіздер болады. Мен сұрақ болғанда жаңа жиді қалай пайдаланады, нақты соны көрсетсеңіз, нақты қалай қолданамыз. Енді түрлі бағыттарын айтып өттіңіз ғой, бірақ бізге жалпы қолдану мақсаты керек қой қолдануда. Ол практикалық жағын келесі аптада сіздермен өтеді. Менде теориялық бағыты. Енді 6 бағыт бойынша теориямен көрсетіп өттіңіз.
жаңағы скайппен, жаңа Geminiмен, енді ол теориялық түрде ғой, 6 бағыт бойынша жаңағы жұмысты қолдану барысы. Енді бізге қазіргі таңда нақты кітапхана саласы бойынша жиі қолдану не істеп жатыр ғой, мысалы ақын жазушыларды жаңа балаларға көрсету мақсатында дегендей, соны жалпылама қалай кіреміз, қалай қолданамыз, Жаңа мен сіздерге айтып өттім, иә, ChatGPT-дің барлығыңыз пайдаланатын шығарсыздар, иә, телефонда. кейде сценарийлерге пайдаланамыз, бірақ енді оның өзінде де біздің бағыт бөлек қой, жаңағы. ChatGPT-дан әртүрлі сұрақтарды беру арқылы пайдаланып жүрміз, иә. Енді сіздің айтып отырғаныңыз видео жасау, басқа да күрделі, иә, жұмыстар атқару үшін әрине ақылы қызметін алу керек болады. Соны айтсаңыз, жазалайық. ChatGPT-дің мен жаңа мына жерден көрсетіп кетейін. Либдат дегені ме? Так. Мен жағында тұр ғой деймін. Так, мына жерде. Міне ChatGPT-дің мына сол жағында тұрады, иә, сіздер создать видео, создать проект деген, мен мына жерде қазір неге интернетке қосылмай тұр, компьютерден. Мына сол жағын қарасаңыз, ChatGPT деп тұрады. Содан компьютерден төмен түссеңіз, создать проект, создать видео деген нұсқалары өзі ұсынады. Сол нұсқалар арқылы кіріп, өзіңіздің жобаңызды жасасаңыз болады. Енді күрделі жаңаға видеолар жасау үшін практика жүзінде нақты практикамен ашып көрсету керек болады онда сізге. Рахмет, апай. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, бізге кітапханашыларда уақыт бола бермейді ғой. Мысалы, кез келген жаңа түскен кітап болсын, бұрынғы классикалық кітаптар болсын, қысқаша мазмұнын, кейіпкерлерін, не болмаса сценарийін барлығын сұрасаңыз, сізге жауап береді, өте жақсы жауап береді. Мен ұсынар едім, 2000 теңгелік нұсқасын пайдалансаңыздар, өте жақсы, терең және де дұрыс сізге жауап беруге тырысады. Егер сіз сенімсіз болып тұрсаңыз, қайтадан сұрақ қойсаңыз болады, сіздің беріп отырған ақпараттарыңыз бұл доступный ма, енді барлығы дұрыс тексерілген ба десеңіз, шындығын айтады. Кей кезде тегін версиялары ChatGPT-дардың сізге өтірік ақпарат беруі мүмкін, ойынан шығарып, солай деп мен ойладым деп. Қайта кері байланыс беріп, осы беріп отырған ақпараттарың тексерілген бе, сілтеме бере аласыз ба алған деректеріңізден десеңіз, сізге нақты жауап береді. Жаңа ChatGPT сіз айтқан, біз қолданып жүрген бе, ал платный қайсысын көшіріп аламыз? Жаңа 2000 теңге өзіңіз ішіне кіріп сатып аласыздар. Мақұл, түсінікті. Ол қойсам бола ма? Айына 2000 теңге ма, сонда или қалай? Айына 2000 теңге деп. Мен өзім семинарға барған кезде солай айтылды. 2000 теңгелігі бар, 10.000 теңгелігі бар. Негізі 2000 теңгелігін алсаңыздар, айына төлеп отырасыздар. Өте ыңғайлы. Өйткені барлық сол бір жерден басқа жаңағы жасанды интеллект іздемей, осы ChatGPT-дің ақылысын пайдалансаңыздар, сіздерге көп көмек, жоба жасасаңыз да, қосымша өзіңіздің каталогыңыздан іздеу жүргізсеңіз де, ары қарай кіріп іздеп қарасаңыз өте ыңғайлы. Көмекші вариант қой, бізге енді қазір робот болмаса да, пока соны қолданамыз да, жаңа жұмыс барысымызды оңдыру мақсатында. Жаңа айтып өткенімдей, болашақта ұлттық кітапхана корпоративті каталогты іске қосады, веб-рабисті жандандыру, жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен толықтырып жатыр. Сондықтан болашақта, егер сіздер мектеп кітапханашысы болсаңыздар, сол корпоративті каталогтың мүшесі болсаңыздар өте ыңғайлы. Өйткені сіздер өздеріңізге келіп түскен кітаптарға библиографиялық сипаттама жасап, уақыттарыңыз кетпейді, сол каталогтан ішінен іздеп, өздеріңізге пайдалана берсеңіздер болады. Бұл өте ыңғайлы, өте жақсы деп ойлаймын. Жаңағы ChatGPT-дің 2000-дық несін қай жерден скачать етеміз? Google-дан скачать етіп алу керек па? Сіз өзіңіз ChatGPT-ді скачать еттіңіз ғой, сол бағдарламадан,
скачать ете бересіздер. Өзі ұсынады ғой. Мгм. Ұсынады, сол Оң жағында ұсынған тұрады, кезде сол жақтан таңдайсыз. ал М. ChatGPT-ңіздің оң жағында тұрады, соны таңдайсыз, платный отделение бар. иә. Төмен Төмен сызық. негізінде көбінесе бұны тексеріп, қарап, зерттемейміз ғой. Бірақ сарында тапсырма бере береміз. Егер анықтап қарасаңыздар, өзі сізге ұсынып тұрады, қандай қызметтер көрсететінін. Не болмаса өзіне де жазсаңыз болады, сен не істей аласың деп. Өзі саған сізге шығарып береді. Қандай қызметтер, қандай жұмыстар жасай алатын. Мгм. Жақсы. Әріптестер, сұрақтар бар ма? Еще какие вопросы есть? Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Чириковка сельский библиотекамын. Садбарса Сақышымен міне жаңа ғана кірдім. Манадан кіре алмай. Сұрағыңыз бар ма дейді сізге? Если кто только зашел, мы в группу скину видео сегодняшней конференции, презентацию, потом можете дополнительно самостоятельно изучить, чтобы немножко освежить в А памяти. так уже заканчивается, что ли? Ну, мы уже, сколько уже, 40 минут работаем, поэтому если какие-то вопросы есть, задавайте, у нас еще есть время. Ну, про вот искусственный интеллект, сейчас нам вот нам надо работать с этим. Я вот недавно только устроилась на работу, и мне вот все новое сейчас в этом библиотечной деле. Мына жерде мен сіздерге көрсеттім, кітапхана ішінде ең жаңағы қолайлы жасанды интеллектілердің аттары мен мына слайдтарда бар, содан қарап өзіңізге пайдалансаңыз болады. Мына Coursera дегенде бағдарламасы жақсы, яғни бізде көбінесе сертификаттар сұрап жатады ғой, курстар өтіңіздер деп. Өзіңізге қолайлы уақытта, қолайлы сағатпен осы Coursera арқылы курс өтсеңіз болады. Жақсы. Coursera-ны үлкен қылып көрсетесіз бе? Бізге апай көрінбей тұр. Қазір. Сіз басқа қызметкерлер шығып жатыр да. Қазір. Ай жақында кетіп қалдым. Ди курсанттары деген, е? Маған мен нөмірімді лақтырасыздар ма? Қайда лақтырасыздар? Coursera.org деп тұр ғой, осыған кірсеңіздер, сіздерге тегін және ақылы түрде курстар тауып алсаңыздар болады. Мен мысалы өзім жасанды интеллект туралы іздедім, маған ұсынды, өзі ұсынады, өзі оқытады, сосын сертификат керек па, керек емес па, барлығын жазасыздар. Міне мына жерде жазылып тұр, 1 апталық, 2 апталық деп әртүрлі сіздерге. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Я думаю, если вопросов нету, если вдруг вопросы будут у вас возникать уже в процессе, когда все обдумаете, я думаю, с разрешения Шанар Батархановны я номер ее дам, если что-то вдруг по работе, какая-то консультация нужна будет, то свободно можете будет списаться или созвониться. Также она сейчас скинет мне презентацию, я скину в группу, также видео. И, соответственно, вечером также скину ссылку на завтрашний день. Напомню, завтра у нас по расписанию в 10:30 утром, то есть. Все, большое спасибо, что выделили время. Понимаю, что сейчас как бы своя работа есть. Кто-то только начал работать библиотекарем, да? Начинает только осваиваться. Большое спасибо. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет сізге.